Бұл біздегі Coral Club'тағы Гидромакс деген өнім. Қазір мен тамағым бітіп тұр. Тамағымда бірдеме тұрған құсап тұр. Потом қызуылайын деп тұрмын ба бір. В общем, кішкене не бар, салқын өткенін несі бар да. Соған мен кешені бастап ішкен болатын алдында. Одан кейін мен ұмытып кеттім. Соған мен қазір мына өнімдерді қолданып ішемін. Қазір мен өзіме үйде отырып таза королевский су дайындаймын. Бұл кәдімгі су. Мына Coral Club'тың өзінің арнайы бутылочкасы. Мына бізде Coral Mine суы деп аталады. Бұның пайдасы енді өте көп. Бұл Японияда теңіздің түбінде өндіріледі. Яғни теңіздің түбіндегі жаңағыдай балдырдан, қиыршық тастардан алынып жасалынған өнім. Яғни жалпы бұл Coral Club'тың бір жаңағы несі, ең бір алға қойған мақсаты адамдарға денсаулық сыйлау мақсатында. Мына бізде Coral Mine суы деп аталады. Осы суды 1,5 литр баклажкаға құйып, менде қазір литр жарым баклажкаға құйып, осы бір сашесін салып аласыз да, содан кейін 5 минуттан кейін іше бересіздер. Міне қазір мына су кәдімгі дұрыс суға айналады. Ішінде яғни витаминге толы суға айналады осы су дейтін. Міне бұл Coral Mine суы. Бұл судың ішінде яғни 10 күндігі бар. 10 күндігі, яғни бір пакетик, заварочный пакетиктің ішінде 10 штук тұрады, яғни 10 күнге іше аласыз. Ал егер де осынан сіз бір айлығын алатын болсаңыз, осындай Coral Mine'ның үшеуін аласыз да, бір айлығы. Менде уже біреу бітіп кеткен. Сонда бір айлығы болады. Оны сіз бір айға іше аласыз 30 күнге. Енді қазір мен осы неге Coral Mine салдым ғой, жаңа Coral Mine суының ішіне қазір мен H500 салам. Яғни бұл сразу салқынды алып түседі. Бізде H500 деген өнім осындай. Қараңыздар, бұның енді пайдасы өте көп. Арнайы осындай флаконда, арнайы кәдімгі дұрыстап жасалынған, даже элементарный кәдімгідей, мысалға дұрыс заттар аптекада осылай мақтасымен шығады ғой, соған дейін мән беріп жасағанда компания дейтін. Осы Coral Mine суын бір штугын салып қойдым. Енді қазір мен H500-ның бір штугын саламын. Міне осыны салып жіберемін. Бұл қазір менде ериді.